көңілім босап кетті. Әр адам арман мақсаты болады ғой. Өзіме деген жеке ашу деген арман ғой. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев биылғы жылды жұмысшы мамандықтар жылы деп жариялады. Бұл бастама қоғам алдында еңбек адамдарының абыройын арттыруға бағытталған. Еңбек нарығын жұмысшы мамандарсыз елестету мүмкін емес. Сәйкесінше бүгінде оларға сұраныс та жоғары. Мәселен, елімізде 7 миллионға жуық адам еңбекпен қамтылса, оның 1.700.000-ы жұмысшы мамандарды құрайды. Армардақты ағайын, сіздермен бірге адал еңбек хабары. Еңбекке ерте араласып, әлі күнге дейін тынымсыз тірлік етіп жүрген шеберлердің бірі Алмагүл Ержанова. Оның тігінге деген қызығушылығы бала кезінде қуыршағына түрлі көйлектер тігіп беруден басталса, уақыт өте келе үлкен махаббатқа, кейін кәсіби мамандыққа айналған. Бүгінде ол 25 жыл тәжірибесі бар білікті тігінші. 6-шы училищеде тігінші мамандығын бітіріп, оқып шыққанмын. 99 жылдан бастап Сұлтан Серік компаниясында 8 жыл жұмыс істедім, 2008-ге дейін. Одан 2008-ден 2016-ға дейін озық фирмасында жұмыс істегенмін. Енді қазір осыдан 2016-дан осы уақытқа дейін осы Жансереде жұмыс істеп келе жатырмын. Өзім бала кезде әжемнің қасында отырып тігін тіккенді бәрін көргенмін. Содан үйреніп оқығым келген. Егер уақытты кері айналдырса, мен дәл осы мамандықты таңдар едім. Еш уақытта осы мамандықты таңдағаныма, еш уақытта өкінбеймін де, өкінген де емес. Шебердің пікірінше, әрбір қыз баласы тігін тігуді үйренгені дұрыс. Себебі бұл тұрмыста да, кәсіпте де аса қажет өнер. Осы 25 жыл ішінде Алмагүл Қуанышбайқызының тікпеген киімі кемде кем. Енді ол автомобиль орындықтарына жапқыш тігіп, өзін жаңа қырынан көргісі келетінін айтты. Менің енді бір тігіп көретін киімнен басқа деп айтайын, енді бір тігіп көретін арманым киімнен басқа авточехол. Менің сол арманым. Білмеймін, енді мен сол қызығушылық авточехол тіккенге. Енді алда жоспарым бар. Өзімді жеке ашсам деген ойда болғанмын негізінде. Бірақ енді шамалы адамда қорқыныш болады. Қорқынышты басу үшін алға қарай басу керек деп ойлаймын. Алда үміт бар, алда ашап. Шағын болса да өзіме ұялатын тігін цехын ашсам деп ойлаймын. Алмагүл Ержанова жұмыс істейтін Жансере тігін цехы бүгінде 30 адамды жұмыспен қамтып отыр. 2010 жылы ашылған мекеме еліміздің барлық өңірінен тапсырыс қабылдайды. Жалпы мекеме 2010 жылы ашылған тігін цехы, енді ол кезде аз адам жұмыс жасайтын. Қазіргі таңда 30 адаммен жұмыспен қамтып отырмыз. Бізде енді ең маңыздысы киімнің саны емес, сапасы біз үшін маңыздырақ. Енді жылына біз 20-25 мың жиынтық комплектен сонда киім тігеміз. Жылына берілген тапсырыстың көлеміне байланысты орта есеппен күніге 50-70 киім шығарылып жатыр. Күнделікті енді әр қызы өзінің жылдамдығына байланысты. Осы тұрғаны Қызылорданың жедел жәрдем дәрігерлерінің киімі. Бойынша жұмыс жақсы, өзімізге ұнайды. Әріптестердің бәрі жақсы. Өз ісін жанындай жақсы көретін Алмагүл Қуанышбайқызы тіпті күндіз-түні тігін тіксе де еш жалықпайтынын айтады. Сөз арасында ол болашақта жеке кәсібін ашуды армандайтынын да айтып қалды. Еңбегімен, шеберлігімен, кәсібіне деген махаббатымен ерекшеленетін Алмагүл Ержанова нағыз еңбекқор жанның үлгісі.